Сәлеметсіздер балалар, бүгінгі тақырыбымыз біздің интервалдар деп аталады. Жалпы интервалдар дегеніміз ол екі басқыштың ара қашықтығы. Мысалы бізде 7 нота бар, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Осылар сатылап көтерілген, осылардың ара қашықтық алуын интервал деп аталады. Бізде жай интервалдар екен. Бұлар интервалдар, яғни бір октаваның бойына кіретін болса, ол жай интервалдар деп аталады. Интервалдар бізде, яғни бізде 7 нота бар болатын болса, интервалдар 8. Атап көрейік, бірінші интервалымыз прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава. Ал енді интервалдарды біз табатын болса, до нотасынан мысалы бірінші интервалды есептейтін болсақ, мысалы до нотасын алайық, дыбыстарды аламыз. До. Бұл бізде прима жайды. Ал енді келесі бізде екінші басқыш до, келесі нота қандай? Ре нотасы не? До, ре. Яғни бұл бізде екінші до, ре, секунда екен. Ағыртына кеттік. Додан қайдаланады? До, үшінші басқышымыз до, ре, ми. Міне ми нотасы, яғни терция интервал құрайды. Додан ағыртына кеттік. До, ре, ми. Фа, яғни төртінші интервалымыздың ара қашықтығы кварта деп аталады екен. До, фа нотасы. Келесі бізде додан бесінші басқышымыз қандай? До, ре, ми, фа, соль. До, ре, ми, фа, соль нотасы. Ары қарай додан до, ре, ми, фа, соль, ля нотасы. Келесі бізде до, ре, ми, фа, соль, ля, си нотасы, яғни біз септимаға келдік. Енді ең соңғы алатын болсақ, интервалымыз додан до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до нотасы. Интервалдар бізде жалпына жай интервалдарымыз сандық және сапалық қасиеті екіге бөлінеді екен. Сандық қасиеті дегеніміз міне басқыштардың ара қашықтығы болатын болса, ал сапалық қасиеті бізде екіге бөлінеді. Ол таза интервалдар және үлкен кіші интервалдар бөлінеді. Таза интервалдарға жататын жаңағы прима, одан кейін жаңағы квартамыз жатады, квинтамыз жатады және октава. Ал одан секунда, жаңағы терция, секста, септима интервалдары үлкен кіші бөлінеді. Енді до нотасына сендерге интервалды жаңағы сапалық қасиетімен құрып көретін болсам, бірінші интервалымыз до, бұл примада 0 тон, яғни тоны бойындағы 0 екен. Келесі бізде до нотасынан секунда құрайтын болса, до нотасы, яғни екінші басқышымыз. Қандай нота? Додан келесі ре нотасы. До. А до мен ренің ара қашықтығы неше тон? 1 тон. Яғни бұл 1 тон болып тұр. Екіге бөлінеді секунда. Кіші секунда және үлкен секунда. Кіші секунданың бойында жарты тон, үлкен секунданың бойында 1 тон бар екен. Ал енді до мен ренің арасы 1 тон болып тұр. А оны кіші жасау үшін біз оны төмендетеміз. Яғни ре бемоль болады. Сол кезде кіші болады. Ал енді үлкен секунда жасау үшін жаңағы до, ре өзінің бойында 1 тон, до мен ренің арасы 1 тон сақталады. Үлкен секунда. Ал енді келесі терцияны қарайтын болсақ, ол да жаңағы кіші үлкен болып бөлінеді. Кіші терцияда 1,5 тон, яғни жарты тоннан қосылып отырады, а үлкен секундада 2 тон болады. Енді додан терцияны тауып көрейік. До нотасынан үшінші басқыш не болады? До, ре, ми нотасы. Жақсы, до мен мидің арасы неше тон болады бізде аспапта? 2 тон, дұрыс айтасың. Ал бізге кіші болу үшін, яғни 1,5 жасауымыз керек. Ол бізде 2 тон болып тұр, оны яғни азайтуымыз керек. Азайту үшін төмендету керек дыбысын. Ми бемольді төмендетеміз. Ми бемоль. Келесі бізде до мен ми өзі жаңағы үлкен терция сақталады. 2 тон. Терция үлкен сақталады. Келесі бізде кварта. Квартада яғни таза бұл 2,5 тон болады екен. Додан бізде ол қандай нота? До, ре. Жаңағы егер тақтадан түсінсеңдер, интервалдарды енді аспапта тауып үйренейік. Мұқан келе ғой. Маған ми нотасынан кіші терция және үлкен терцияны тауып көреміз. Соль және кварта табауы, кварта интервалы. Квартада 2,5 тон бар. Жақсы. Қандай? Соль нотасы. Жақсы. Ал келесі бізде кварта
кварта интервалын таба қой. Аяла кварта интервалын табамыз, фа нотасынан. Фа нотасынан кварта интервал. Қандай яғни? Фа 7 жақсы.